жаһан таныммен жарысып, біздің ауылда өз тіршілігін бастап кетті. Бұл менің ауылым, шағын отанымның тарихы. Өскен жүрген ұям бәрінен бек бағасы. Жалпақ жұртынды Иса Алашынды құрметтеу алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдардың ардақтаудан басталады. Кіндік қанымыз тамған, өз туып өскен өлкеміздің тарихын терең танып білу, топырағын қастерлі өнегелі ұрпақтың игісі. Ауылым кең далам, мен сол даланың баласы. Бұл Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Қызылоба ауылы, менің туған ауылым. Мен сіздерді өзімнің туған ауылымның тарихымен таныстырамын. Бұл біздің мектеп. Мектебіміз Кеңес одағының батыры Есен Шегірейұлы Орақбаевтың атына берілген. Ендеше мен сіздерді мектебіміздің ішімен таныстырайын. Мың 1964 жылы көктемде 8 жылдық мектеп пайдалануға беріліп, 1972 жылы Красногор 8 жылдық мектебі орта мектепке айналды. Орта мектептің алғашқы директоры Сәрсенов Серікбай ағамыз болса, ол кісінің басқа мектепке басшылыққа ауысуына байланысты Мәжитов Мәлік Рамазанұлы мектеп директоры болды. 1979 жылы 392 оқушыға арналған мектеп жатақхана салынды. Осы жылдар аралығында орта мектептің мыңдаған шәкірттер бітірген болса, олардың арасынан түрлі мамандар иелері шығып, еліміздің түкпір-түкпірінде мектептің атақ абыройын төмендетпей жемісті еңбек етуде. 136 мың гектар жерімізде бүгінгі күні 1574 адам тату тұрады. Ауыл тарихы сонау 1963 жылдан бері бастау алады. Қызылоба совхозы 1963 жылы күзде құралды. Бірінші құралғанда осында директор болып Орыс Бандаренко деген істеді, одан кейін Даубаев Горький деген істеді. Енді Горькиймен бір жылдай жұмыс істедім. Енді 68 жылы күзде осында Совет одағының батыры Орақбаев Есен Шегірейевич деген ағамыз директор болып келді, Алғабас совхозынан. Сол кісі келгеннен бастап жұмыстас болдым осында. Ол кісінің атқарған жұмыстары өте көп. Енді біздің совхоздың жері өте үлкен, бай, суармалы көлдер болды. Сол суармалы көлдерді облыс әкіметімен келісіп суармалы көлге айналдырып, жаңағы жеріміздің 70-80% суармалы болды. Соған байланысты шөп мол шықты. Енді сол шөпті дайындауға жұмыс қолы жетіспей, жаңағы сәуле қыздар бригадасын дайындады. Есақан жасақтап шығады. Бірінші дайындағанда 7 қыз болды, одан кейін 12 қыз жұмыс атқарды. Бұлардың да істеген жұмыстары өте көп. Біздің облысқа емес, Қазақстанға емес, бүкіл кеңестер одағына әйгілі болды, және бүкіл шетелге атақтары шықты. Жаңағы жылқы заводы құрды. Осы жылқы заводы деген бүкіл Қазақстанға әйгілі болып шықты. Көшім жылқы породысын өсірді осында дайындап. Қазақ халқының тарихы сан ғасырды қамтиды. Отан тарихының тамыры тереңде жатыр. Өз тарихымыз кішкене отанымыздың, яғни өлкеміздің тарихынан бастау алады. Бұл біздің мәдени ошағымыз, яғни мәдениет үйіміз. Ол 1966 жылы ауылдық клуб болып ашылып, 1988 жылы жаңа жобамен 300 адамдық мәдениет үйі болып ашылды. Онда домбыра, қобыз, вокал, би сияқты үйірмелері бар. Адам өмірмен салыстырғанда біршама уақыт сияқты болғанымен, тарихи өлшеммен салыстырғанда қысқа мерзімде құтты мекенге айналған қасиетті өлкем Қызылоба ауылының құрылғанына былтыр жарты ғасырдан да асыпты. Яғни былтырғы жылы Қызылоба ауылының құрылғанына 60 жыл болғанын тойлаған болатын. 2023 жылы жаңадан іргесі қаланған аурухана жоғары деңгейде жұмыс жасап, мамандар халыққа көмек көрсетуде. Ендігі кезең спорт бағыты. Біздің ауылымызда футбол, еркін күрес, бокс сияқты үйірмелері жақсы дамыған. Оқушылар бұл үйірмелерге жақсы қатысып көптеген нәтижелер беруде, және болашақта көптеген чемпиондарды күтеміз. Енді мен де өз бағытымды сынап көрейін. Менің дайындалғаныма 5 минутта болған жоқ, мен шаршап қалдым. Чемпион болу оңай емес. Saf güzel. Tüktür. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Боксымыздың ашылғанына 2 жыл болды. Өзім тарих пәні мұғалімі болам. Ауыл жастары үшін осы бокс спортын беріп жатырмын. Кешкі уақытта, сессияда.
30-дан аса балам бар. Облыстық, аудандық дәрежедегі жетістіктер бар балдарының. Және де осы ауыл жастары үшін тек қана спорт емес, жақсы адам болу үшін мақсатында жасалып жатқан жұмыс осы. Адам баласының байлықтарынан бірі кітап. Біз қазір нағыз байлықтардың арасында тұрмыз. Яғни кітапқа толы сөрелер. Біздің ауылымыздың кітапханасына балаларды жетілдіру үшін модельді ауылдық балалар кітапханасы статусы берілді. Бұнда шахмат, шашқы, тоз, құмалақ және демалатын зал да бар. Сонымен қатар интернет желісі қосылып тұр. Қызылоба ауылдық балалар кітапханасы 1992 жылы сәуірде 2751 кітап қорымен ашылған. 1997 жылы жаппай қысқарту кезінде кітапхана жабылып, 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы қайтадан ашылды. Туған жерінің табиғаты шұғыл континентті. Жыл бойы жел соғады, жазда құрақ жел көп болады. Қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан. Қысы суық, жазы ыстық, жауын-шашын аз, әркелкі түседі. Міне, осылардың бәрін тілге тиеге tekele, мен де өз туған өлкемнің өткен тарихы мен бүгінгісін сараптап, оның рухани, мәдени тарихын, географиялық атауы мен топономикасын, әсем табиғаты мен климатын, қолайлы географиялық орналасуын, осы өлкенің көркеюіне үлес қосқан, еңбекте жүріп шыңдалған ауылдас ата-әжелеріміздің еңбектерін, бүгінгі өскелең ұрпақтың ауылдың көркеюіне қосып жатқан үлесін кейінгі ұрпақтың есінде қалдыру үшін өз үлесімді қосқым келеді. Бұл біздің Балбөбек жеке бөбекжайы. 75 орындық. Бүгінгі таңда 75 мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиеленуде. Бөбекжай 2021 жылдың қыркүйегінен жұмыс атқарып келеді. Балабақшада 3 топ, 2 кабинет жұмыс жасайды. Тұзды шахта және коворкинг орталығы. Еуропа мен Азия арасында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл Каспий теңізі. Сол теңізге келіп құятын Урал тауынан бастау алатын Жайық өзенінің үлкен саласы Көшім өзеніндеміз. Көшім өзені Жайық өзенінің оң тармағы. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Ақжайық, Жаңақала аудандары жері арқылы өтеді. Жалпы ұзындығы 334 шақырым. Көшім ауылы тұсында Жайық өзеніне басталып, Қисқамыс тұсында бір қазан көліне құяды. Оң жағасы тік жар, сол жағасы көбіне жайпақ. Қар, жаңбыр, жерасты суымен толығады. Қаракөз, табан, сазан, шортан тағы да басқа балықтар мекендейді. Ауылымыздың нәр көзі десе де болғандай. Суын бау-бақшаға, ауыз су ретінде деп қолданады. Аңғарын мал жайылымына пайдаланады. Қысы жазы қайнаған тіршілік ортасы. Жеке сектордағы мал басы да көбейіп, өзін-өзі қамтушылар жаңа заманға бейімделуде. Әрине, әлі де шешімін таппай жатырған мәселелер де жеткілікті. Бірақ та бірлігі жарасқан, ынтымақтас, бір-бірімен дос, тату-тәтті ауылдастар бізді өкшелеп келе жатырған жас ұрпақ бұдан да жоғары дәрежедегі деңгейге көтеріледі. Ауылымыздың қалыптасқан дәстүрлерін жалғастырады. Тәуелсіз Қазақстанның кішкене бір бөлшегі және құрастырушысы ретінде талай асуларды бағындырады деп сенеміз. Міне, бұл менің шағын отанымның тарихы. Мен өз отаныммен мақтанамын. Мерейлі Қызылоба.